Мейіз жесеңіз, мазаңыз қашпайды. Қалауын тапса қар жанады дегендей, кәдімгі мейізді жөтелге, аллергиялық қышымаға емі ретінде пайдалануға болады. Ол үшін дәні мен сабағы бар мейізді таңдап алыңыз. Өйткені бұл мейіздің нәрі өзінде сақталады. Пайдалы ақпаратты өткізіп алмас үшін арнаға тіркеліп қоңыраушаға басуды ұмытпаңыз. Ем үшін жақсы кептірілген қара жүзімді алу керек. Қара жүзім нәрлі де дәмді келеді, сондықтан оның емге тигізер пайдасы көп. Жөтелген кезде мейіздің қайнатпасы өте пайдалы. Бір уыс мейізді алып, тазалап, жуып, 1,5 стақан суда 10 минут қайнатуыңыз керек. Одан артық қайнатуға болмайды. Сосын сусынды жылы күйінде күн ұзаққа аз-аздап ішіп жүріңіз. Емнің әсері тиімдірек болу үшін мейіз қайнатпасына 1 ас қасық пияздың жаңа сығылған шырынын және бал қосуға болады. Ертеде денені теміреткі басқанда оған мейізді жарып үйкеген. Терінің аллергиясына мейіздің қайнатпасын жаққан. Мейізден теріге маска жасауға да болады. Ол үшін 1 уыс мейізді алып, жуып, ет тартқыштан өткізіп, оған 1 ас қасық бал, 1 ас қасық қаймақ, 1 ас қасық сұлы ботқасын қосу керек. Міне, бұл қоспадан бетке жағатын тамаша маска шығады. Күніне 10 мейіз, 2 кепкен өрік және 1 грек жаңғағын жеп, жылы су ішіп тұрсаңыз, жүрегіңіз жақсы жұмыс істеп, анау-мынау сырқатқа тез арада сыр білдіре қоймайтын боласыз. Құрметті көрермен, бүгінгі назарларыңызға ұсынған ақпарат пайдалы болса, арнаға тіркеліп, қоңыраушаға басуды ұмытпаңыз. Бұл мені одан сайын пайдалы ақпарат жасауға шабыттандырады.